Жер бізге әрқашан мықты болып көрінеді. Ол қозғалмайды, ол үндемейді, ол мәңгі тұрғандай сезіледі. Біз оның үстіне үй саламыз, қала саламыз, өмір саламыз. Бірақ кейде ол оянады. Сол кезде адам баласы ештеңе істей алмайды. Ақша көмектеспейді, билік көмектеспейді, техника көмектеспейді. Бүгінгі шығарылымда біз Қазақстан тарихындағы ең жойқын апаттардың бірін айтамыз. Ол 1911 жылғы жер сілкінісі. Кемен жер сілкінісі. Бір күнде мыңдаған тағдырларды сындырған апат. 1911 жыл қаңтар айы. Ол кезде қаланың аты Верный еді. Қазіргі Алматы. Қалада шамамен 30 мың адам тұратын. Қыс қатты еді. Аяз, қар, пешпен жылынатын үйлер. Таңғы сағат шамамен 4:25. Қала ұйықтап жатқан. Бір үйде ана баласын тербетіп отыр. Бір үйде еркек жұмысынан шаршап келіп ұйықтап жатыр. Бір үйде студент шам жағып кітап оқып отыр. Ешкім бірнеше секундтан кейін не болатынын білмейді. Кенеттен жердің астынан гүріл шықты. Алдымен әлсіз, сосын күшейе түсті. Сол сәтте жер қозғалды. Алғашқы секундта адамдар түсінбеді. Бұл не? Жел ме? Жүк арбасы ма? Бірақ келесі секундта қабырғалар сықырлады. Пештер құлады. Терезелер сынды. Шатырлар шайқалды. Адамдар ұйқысынан айқаймен оянды. Кейбірі жер қозғалып жатыр деп айқайлады. Кейбірі үй құлап жатыр деп жүгірді. Көшеге шыққандар құтылдық деп ойлады. Бірақ қателесті. Көшеде жер жыртылып жатыр еді. Жер теңіз толқынындай бүкіл қаланы шайқап жатты. Үйлер бір-біріне соғылды. Қабырғалар жарылды. Ағаштар қисайды. Бұл бірнеше секунд емес еді. Бұл бірнеше минутқа созылды. Кейін ғалымдар оның күші 8 балдан жоғары болғанын айтты. Қаланың басым бөлігі балшықтан салынған үйлер еді. Олар ең бірінші құлады. Бір қабатты үйлер екіге бөлінді. Кейбір үйлер адамдармен бірге ішке қарай құлады. Ағаш үйлер қисаюдан сынды. Тас үйлер ортасынан жарыла бастады. Қала бір түнде үйіндіге айналды. Таңғы қараңғылықта айқай естілді. Балалардың жылағаны, әйелдердің айқайы, ер адамдардың бірін-бірі шақырған дауысы. Кейбіреулер үйін іздеді. Бірақ оның орнында тек тас-талқаны шыққан бөлшектері ғана қалған. Таң атқанда қала танып болмайтын күйде еді. Үйлердің 70%-дан астамы қираған. Ресми деректер бойынша 452-ге жуық адам қаза тапқан. Бірақ бейресми деректерде 1000-нан аса адам болуы мүмкін деп айтылды. Неге айырмашылық бар? Өйткені кейбір адамдар үйінде астында қалды. Кейбірі кейін жарақаттан өлді. Кейбірінің өлімі тіркелмей қалды. Қыстың аязында жараланған адамдар көшеде жатты. Дәрігер жетіспеді. Дәрі жоқ еді. Жылу жоқ еді. Кейбір адамдар өз үйін емес, жақындарын іздеді. Бір адам «Мен үйімде емес, баламды тапқым келді» деген. Жер сілкінісінің орталығы кемін аңғары болды. Таулар жарылды, жартастар құлады, жолдар жоғалды. Кейбір ауылдар жермен жексен болды. Жердің беті жыртылғандай ашылды. Жарықтардың тереңдігі адам бойындай терең болды. Өзендер бағытын өзгертті. Табиғат өз картасын қайта сызды. Бұл тек қала апаты емес еді. Бұл бүкіл аймақ апаты еді. Жер сілкінісінен кейін қалада тәртіп қалмады. Байланыс жоқ, телеграф істемейді, жолдар қираған. Билік ең бірінші болып әскерлер шығарған. Себебі тонау басталуы мүмкін. Халық үрейленіп кеткен. Адамдар көмексіз қалды.
Сарбаздар үйінділерді тазалай бастады. Тірі қалғандарды іздеді, көшелерді күзетті. Қаланың ортасында уақытша шатырлар тігілді. Адамдар үйсіз қалды, жылы киімсіз қалды, тамақсыз қалды. Кейбіреулер «Үйімде жоқ, отбасым да жоқ» деді. Бұл апат адамдарды теңестірді. Бай да далада, кедей де далада. Көп адам өз үйінде емес, көшеде аман қалды. Неге? Өйткені балшық үйлер адаммен бірге құлады, ал көшеде ашық кеңістік болды. Кейбіреулер терезеден секіріп құтылды, ал кейбіреулері есіктен жүгіріп шықты. Бірақ бәрі үлгермеді. Кей отбасылар бір сәтте бірнеше жақындарынан айырылды. Бір куәгер былай деді: бір сәтте бәрі қараңғыланды. Үй шайқалды. Анамды шақырдым. Дауысы естілмеді. Бұл апатта ең қорқыныштысы дауысы еді. Жердің гүрілі, адамдардың айқайы, үйлердің құлауы. Бұл дыбыстар көп адамның өмірінің соңына дейін түсіне кірген. Апаттан кейін бір сұрақ тұрды: қаланы қайта салу керек пе, әлде басқа жерге көшу керек пе? Ғалымдар айтты: бұл аймақ сейсмикалық қауіпті, тағы да қайталануы мүмкін. Бірақ қала көшкен жоқ, қайта сол жерге салынды. Енді балшықтан емес, ағаштан, жеңіл материалдан. Жаңа ереже шықты: ауыр тастан көп қабатты үй салуға болмайды. Үйлер төмен, жеңіл, иілгіш болуы керек болды. Сол себепті қала бейнесі өзгерді. Бұл апат архитектураны өзгертті, құрылыс заңын өзгертті, ойлау жүйесін өзгертті. 1911 жылғы жер сілкінісі жай ғана апат емес, бұл ескерту болды. Табиғат, сендер қонақсыңдар дегендей болды. Біз қалалар саламыз, жолдар саламыз, үйлер саламыз. Бірақ жердің астында не болып жатқанын бақылай алмаймыз. Бір түнде еңбек жоғалады, байлық жоғалады, өмір жоғалады. Бұл апат адамға бір нәрсені үйретті: ешқандай қала мәңгі емес, ешқандай үй берік емес, ешқандай жоспар 100% қауіпсіз емес. Қазір қала үлкен, тығыз, биік үйлерге толы. Бірақ жер сол қалыпта. Ол әлі де сол тектоникалық аумақта. Яғни қауіп жойылған жоқ, ол тек уақытша тынышталды. Ғалымдар айтады: ірі жер сілкінісі тағы болуы мүмкін. Тек қашан болатынын әлі нақты ешкім білмейді. Біз қазір смартфонға сенеміз, интернетке сенеміз, техникаға сенеміз. Бірақ жер сілкінсе бәрі өшеді. Тоқ жоқ, байланыс жоқ, жол жоқ. Сонда тек адам адамға сенеді. 1911 жыл, бір түн, бір діріл. Мыңдаған тағдыр өзгерді. Біреулер бай еді, бәрінен айырылды. Біреулер кедей еді, өмірден айырылды. Бұл апат бір нәрсені дәлелдеді: ақша жерді тоқтатпайды, билік тауды ұстап тұра алмайды, техника жердің ішін көре алмайды. Адам табиғатқа қарсы әлсіз. Сұрақ мынандай: біз сол сабақты ұмыттық па? Әлде әлі есімізде сақтап жүрміз бе? 1911 жылғы жер сілкінісі өткеннің трагедиясы емес, ол бүгінге арналған ескерту. Бұл оқиға тек тарих емес, тек сандар емес, тек архив емес. Бұл нақты адамдардың нақты өлімі. Бір қаланың жермен теңесуі, табиғаттың үнсіз айқайы. Егер сен осы видеоны көріп отырсаң, біл, жер сенің астында тыныш жатса, ол мәңгі емес. Сондықтан үйіңді бағала, жақындарыңды бағала, уақытыңды бағала. Өйткені бір діріл
бәрін өзгерте алады. Видео ұнаса сенен лайк, бір комментарий және каналға тіркелу. Сау, саламат.